Құрметті ханымдар мен мырзалар, кешіміздің 12-ші жекпе-жегі бұл орта салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 11 жеңіс, 3 жеңіліс. Оның бойы 185 см, салмағы 83-900 келі. Махачкала, Ресей. Қарсы алыңыздар, Магомед Мутаев! Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 9 жеңіс, 4 жеңіліс. Оның бойы 177 см, салмағы 83-900. Мәскеу, Ресей. Қарсы алыңыздар, Серік Ашипаев! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Жауынгерлер, мені мұқият тыңдаймыз, топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Амандасамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Немножко погабаритнее выглядит Мутаев. Ну что, первый раунд. Мутаев, Ажибаев. Бой в среднем весе. Ждем разрешения Ақтілеу Әскербайұлы. Магомед Мутаев должен был драться за пояс чемпиона против Имрана Тайсултанова. Но, к сожалению, Имран получил травму и вынужден был сняться с этого поединка, поэтому Серик Ажибаев выходит на короткое уведомление. Ажибаев, да, держит в руки высоко, в высоком блоке. Мутаев сейчас активно прессингует. Лоу-кик первый. Выжидающую какую-то тактику выбрал Ажибаев. Немножко неуверенно действует боец из Москвы. Еще один лоу-кик от Мутаева. Магомед Мутаев продолжительное время не выступал, не выходил в октагон. Есть первое сближение, сразу же полез в борьбу и без проблем сейчас Ажибаева переводит Мутаев. Позиция хавгарда. Прихватил шею. Удушающий прием Мутаев. Очень уверенно действует Мутаев, несмотря на то, что остался внизу. Есть гильотина. Развернет ли к сетке? Вот, начал, да. И все. И бой остановлен. Магомед Мутаев одерживает досрочную победу. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Әскербайұлы бірінші раундтың бірінші минуты мен 12 секундында тоқтатты. Қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Магомед Мутаев!